Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай тандыр самсаны духовкада дайындайтын боламыз. Өте қатпарлы, тура тандырда пісірілгендей дәмді болып шығады. Міне ол үшін біз бірінші қамырын жасап аламыз. Қамырына 1 стакан жылы су. Міне осындай толтырып 1 стакан жылы су құямыз. Және шай қасықпен 1 қасық тұз қосамыз. Сосын 1 жұмыртқаны жақсылап араластырып, осы қоспамызға қосамыз. Енді ұн саламыз. Ұнды аз-аздан салып араластыра отырып қамыр жасаймыз. Қамырымыз қатты болып қалмау керек және өте жұмсақ болмау керек. Орташа етіп қамырымызды илеп аламыз. Осылай жақсылап қамырымызды илеп, қамырымыздың 5-10 минут жақсылап илейміз. Міне осылай илеп болғаннан соң міндетті түрде жақсылап июін қандырып илеу керек. 10 немесе 15 минутқа тындырып қоямыз. Міне 15 минут тынған қамырымызды 5 немесе 6 бөлікке бөліп аламыз. Мен 5 бөлікке бөлдім. Кішкене зуала жасаймыз. Осы 5 бөліктен 5 зуала шықты менде. Енді осылай қалған 4 бөлігін алып қойып, бір бөлігін жаюға кірісеміз. Қалың немесе өте жұқа болмау керек. Еттің қамыры сияқты жұқа болып кетсе, онда қатпарлығы білінбей қалады. Сондықтан орташа жұқалықта жаямыз. Ұн сеуіп жаямыз. Орташа жұқалықта жаямыз. Міне кішкене зуала болғандықтан бұлар жайылуға ыңғайлы, тез жаюға болады. Осылай 5 бөлікті де жақсылап жайып аламыз. Оға дейін сливочный масло, яғни майымызды отқа ерітіп аламыз. Ерігеннен соң майды бірден жақпай, суытып барып жағамыз. Суыған сливочный маслоны сары майымызды жағамыз. Осылай үстіне қойып жағамыз. Ішіне кішкене ауалары тұрып қалатын болса, оны оқтаумен илеп шығарып жерге болады. Осылай біріншісіне бірін қойып, 5 қабат қамырымыздың да үстіне май жағып шығамыз. Сосын дөңгелек етіп орап, ішіндегі майлары қатқанша пакетке салып морозилкаға саламыз. Оға дейін етім мен пиязымды турадым. Енді екеуін бір-біріне араластырып, негізі мөлшерлеп жасадым. Яғни нақты мөлшері жоқ, қамырыма қарай жасадым. Тұз, бұрыш және зира қосам. Зира менде бүтін болғандықтан кішкене үгітіп алдым осылай. Қосып, барлығын жақсылап араластырдым. Және морозилкаға міне араластырып, қамырым дайын болды. Енді морозилкаға начинкам дайын болды. Морозилкаға қамырды алып, оны бөліктерге бөліп шығамыз. Осылай майы қатқан болу керек. Осылай қатты үлкен емес, кішілеу бөліктерге бөліп аламыз. Оға дейін біз пешімізді қыздырамыз. Ең жоғары отқа қойып, ішіне табамызды қыздыруымыз керек. Қатты қызған болу керек таба. Сосын қамырымызды қатты жұқа қылып жаймаймыз, орташа қылып жаямыз. Сосын дөңгелек самса түйген сияқты қылып бастаймыз. Сосын бір шетін ғана қалдырып, осылай түйіп шығамыз. Тамшы сияқты кейіпке келеді. Міне мен барлығын түйіп шықтым. Енді ыстық табама жұмыртқаның ағына батырып барып ыстық табаға қоямыз. Тез табамыз суып қалмай, тез қойып шығуымыз керек. Астын майламаймыз табаның. Осылай құрғақ кезінде жұмыртқаға батырып қоямыз. Және самсаның бетіне де еш нәрсе жақпаймыз. Енді 180 немесе 200 градуста
духовкаге салып аламыз самсамызды. 20 минут ісініп, асты қатты жабысқанша 20 минут пеште тұрады. 182 градуста тұрады. Сосын пешімізді ашып, самсамызды кері аударамыз. Міне осылай кері аударып саламыз. Және бұл самсаны кері аударып салғаннан кейін сулар астына тамады, сол күймеу үшін астына осылай пергамент қағазын қоямыз. Сосын самсамыз қызарғанша күтеміз. Міне дайын болды самсаларымыз. Жасап көріңіздер, міндетті түрде сіздерге ұнайды деген үміттемін. Тандырда піскен сияқты қатпарлы, дәмді самса болып шығады. Кәдімгідей пісіргеннен, осылай төңкеріп пісіргеннің айырмашылығы кәдімгідей байқалады. Міндетті түрде жасап көріңіз.